Қайырлы күн тоғызқұмалақ ойнайтын және тоғызқұмалақ ойнауды үйреніп жүрген барша көрермендер. Бүгінгі сабағымның тақырыбы тоғызқұмалақ есебі, қанша құмалақ және қанша құмалақ қажет ойындары. Осы ойын арқылы балаға санауды, сандарды алып қосуды үйретуге болады. Егер менің видео сабағым ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ал енді өткен тақырыптың тапсырмасын тексеріп көрейік. Мұнда бастаушының төртінші отауында 5 құмалақ болса, 4-ті 5-ке қосамыз, 1-ді азайтамыз. 8. Соңғы құмалақ 8-ші отауға түседі. 6-шы отауда 20 құмалақ болса, 6-ны 20-ға қосамыз, ойдан біреу қосамыз, 27. Соңғы құмалақ 7-ші отауға түседі. Қостаушының екінші отауында 28 құмалақ болса, 2-ні 28-ге қосамыз, 30, ойдан 2-ні қосамыз, 32, бастаушының екінші отауына түседі. 7-ші отауда 4 құмалақ болса, 7-ні 4-ке қосамыз, 11, бастаушының бірінші отауына түседі. Қанша құмалақ ойынында бала санауды жаңа үйреніп жүрсе, балаға мынадай сұрақтар қойылады. Мысалы, бірінші отауда қанша құмалақ бар? Бала құмалақтарды санап, жауабын айтады. Егер бала сандарды қосуды білсе, барлық отаудағы құмалақтардың қосындысын сұрайды. Бала барлық отаудағы құмалақтарды қосып, жауабын айтады. Мұнда барлық құмалақтар саны 28. Қанша құмалақ қажет ойынында отауда 10 құмалақ болу үшін қанша құмалақ қажет екендігі сұралады. Мысалы, 3-ші отауда 10 құмалақ болу үшін қанша құмалақ қажет? Бұны табу үшін 10-нан 6-ны аламыз. Жауабы 4 құмалақ болады. Тапсырманы баланың жас ерекшелігіне сай күрделі етіп құруға болады. Қанша құмалақ ойынында құмалақтың орнына сандарды жазуға болады. Мысалы, мына тапсырманы балаға берсек, бала барлық отаудағы құмалақтарды қосып, жауабын табады. Мен сіздерге қанша құмалақ және қанша құмалақ қажет ойынын ойнату үшін қалай тапсырма құру керектігін көрсетемін. Қанша құмалақ ойынында кесте сызамыз. Кестеде қызыл түспен берілген 1-ден 9-ға дейінгі сандар отау саны, ал көк түспен жазылған сандар құмалақ саны. Мұны қатар бойынша сандарды қосу арқылы шығарамыз. Бірінші қатарда отау сандары берілгендіктен, екінші қатардан бастап сандарды қосамыз. Мұнда 7 есеп берілген, әр қатардағы сандарды жеке есептеп шығарамыз. Мысалы, екінші қатардағы сандарды қоссақ, сандар қосындысы 40 болады. Яғни екінші қатарда 40 құмалақ бар. Қанша құмалақ ойынын ауызша орындатуға болады. Қанша құмалақ қажет ойынында әр отауда құмалақтарды есептеп жазып отырамыз. Мысалы, 1-ден 9-ға дейінгі сандар бұл қызыл түспен жазылғандықтан отау саны болады. Мұнда отауда 90 құмалақ болу үшін қанша құмалақ қажет екендігін есептейміз. Мысалы, бірінші отауда 3 құмалақ болса, 90-нан 3-ті азайтып, астына
жауабын жазамыз. бұл ойындарды жазбаша және уақытпен де ойнауға болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Нұржан Мырзашұлы.